Сәлем достар, бүгін біз жаңа кабинет жайлы толық ақпарат беретін боламыз. Сипат ішін барлығын көрсетеміз және жаңа кабинетте қалай отчет тапсырамыз, сол жайлы ақпараттар болады. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерде пайдалы ақпарат болады деген үміттемін. Жаңа кабинет, новый кабинет налогоплательщика деп жазамыз Google-ға, иә. Сосын осында кіреміз. Жаңа кабинетке ECP ключпен кіретін боламыз. Қазір мені ECP ключ таңдаймыз. Английский әріптерді қойып алып. Так, жаңа кабинетке осылай кіреміз. Мұнда жаңа перейти бассаңыздар, мұнда осы ИП иесінің жеке данныйларына кіретін боласыздар. Қашан ИП ашылды, осы жерден окетті қарайсыздар, местоположениесіне, ИП қайда орналасқан, пропискасы қайда, жалпы толық ақпарат ИП жайлы осы жерден білуге болады. Сосын мұнда ИП отчеттары былай бассаңыздар, бұл басылмайды. Мұнда смотреть все дегенге кіреміз. Кірген кезде сізде қандай ИП отчеты болды, соны басасыздар, үстінен басып ИП отчетін ашып, тапсырылған ИП отчеттарын ашып көруге болады. Сосын заявление жазға жіберген болсаңыз, осында налоговый заявление бөлімінен көруге болады. Сосын мұнда лицевой счет, выпискадан алуға болады, қалған документтер, иә, осылай. Осын қайтадан үстін басып, осы бетке өтеміз. Енді бізге керегі отчеттар, иә. Отчеттар қайда? Жалпы отчеттар осы жерде басамыз. Басқан кезде міне, барлық отчет, налоговый заявление, қандай сізге тапсыратын документ керек, барлығы осы жерде тұр. Бірінші бөлімнің астынан екінші бөлім деп ауыса бересіздер, міне, отчеттардың түрі. Үшінші бөлімде мына упрощенка режимінде астынан тапсырылатын, иә, 910 режим форма бойынша. Отчет осы жерге кіресіздер, міне, қай айға тапсырайын деп жатсыз, қай жылға тапсырайын деп жатсыз, осыны белгілейсіз, міне, екінші отчет немесе бірінші отчет, мына жылы деген секілді, ИП басқан соң подать деген шығады. Енді қазір бұны тапсырып көрсетемін сіздерге. Одан кейінгі бөлімде міне мұнда ИП-ны жабуға жіберу, тоқтатуға жіберу, жалпы өзіңізге керекті нелерді, отчеттарды осылай белгілеп бассаңыздар болады. Мысалы қазір көрсетейін. Осылай жұлдызша басып қойсаңыздар, өзіңізге керекті отчетты, иә, тағы сізге қандай отчет керек? 910 режим, бұл упрощенка режимінен ашылған ИП. Мұнда 910 режим керек бұл кісіге. Жұлдызша басып қойсаңыз, іздеп отырмайсыз кіріп. Сіз мұнда кірдіңіз ба? Сразу кірдіңіз, иә, осы жерден избранныйға кірсеңіз, міне сіздің таңдаған керекті. Мысалы бұл кісіге ертеңгі күні ИП жабу керек болады, иә. Немесе отчеттарды тапсыру керек болады. Осыны іздеп отырмау үшін осылай өзіңіздің ыңғайлы болу үшін белгілеп қойсаңыздар болады. Сосын кейбір отчеттарды басын бастап, черновикте сақтап қойып, кейін жіберемін деп істесеңіздер, ол кезде мына черновик деген бөлімнен көре аласыз, иә. Жалпы осы қазір сіздерге отчет тапсырып, қайдан артық айтатын болсаңыз, мына кабинет үстіне осы жерді басасыздар. Осы жерге келіп, міне екінші отчет қалай тапсырамыз, иә? 2025-нің екінші полугодиясын қалай тапсырамыз? Жаңа біз избранныйға салып қойдық мұнда. Міне екінші полугодие дейміз. 2025 жыл дейміз. Подать дейміз. Мұнда нешінші рет тапсырылады? Первоначальная, очередная, дополнительная. Осын қарап алып біреуін белгілейсіз. Сосын мұнда резидент или не резидент? Бізде резидент. Мына жерде не ведет деген таңдаймыз. ИП-да бухгалтерский не жоқ, иә, соны таңдаймыз. Сосын мұнда очередная дейді. Бірінші отчет тапсырылған, иә, бізде уже. Ол екінші рет тапсырылады. Екінші рет тапсырылса очередная болады. Егер жабуға жіберіп жатсақ, ликвидационная болады. Егер отчет тапсырып қойдық, бір қате тапсырып қойсақ, оны дополнительныймен түзетеміз. Мынау дополнительное по уведомлению деген, ол сізге ескерту келеді. Сізде отчетыңызда қате, соны дұрыстаңыз деген налоговыйдан ескерту уведомление келсе, сол уведомление бойынша тапсырасыз. Және сол келген уведомлениенің номері болады, соны тіркеп тапсырасыз. Мына жерде толтырасыздар. Пенсионный отчисленияларыңызды барлығын, иә. Социальное отчисление деген сияқты. Оқисыздар, мына социальный платеж за ИП-ның өзі үшін, иә, социальный платеж жазасыздар. Егер жоқ болса, ол айда жұмыс істемеген болса, ештеңе белгілемей кетсеңіз болады, 0 өкіммен, иә. Ал бар болса, онда мұнда жазасыздар. Мысалы, қанша 4250 теңге. Каждый айға осылай жазып шығасыздар. 4250 теңге деген секілді, иә. Каждый айдың осылай толтырып шығасыздар. Енді бізге әлі отчет уақыт емес, оны толтырмаймыз. Сосын егер сіз 0 өкіммен тапсырып жатқан болсаңыз, яғни табысы жоқ болса, мынау автоматтан жазылып тұрады 5950 теңге деген. Оны 0-ге ауыстырасыз. Егер табыс бар болған болса, онда ол 5950 теңге қалады солай сол жерде. Ал табыс жоқ болса, міндетті түрде мына жерде 0-ге айналдырып шығыңыз. Егер медициналық сақтандырудан сақталған адам болса, оны тапсырмайтын адам болса. А так сіздер егер жұмыс жасамаса да, ИП медсақтандырудан босатылған адамдардың қатарына жатпайтын болсаңыз, онда сіз оны төлеуіңіз керек болады. ИП жұмыс жасамаса да төлену керек негізі. Работниктер үшін осылай өтіп келдіңіз, иә. Біз қазір негізі 0 өкіммен тапсырып жатырмыз, табыс жоқ деген, иә. Мен сіздерге егер табысы бар отчетты көрсету керек болса, онда 2 деген сан жаза кетіңіздер комментарийға, мен сіздерге оны да түсіріп салатын боламын. Мұнда место жительства, иә, бұл жерде место жительствосы тұр. Мұнда сіз ИП-ның адресін белгілеуіңіз керек. Егер ИП-ның адресі место жительствомен екеуі бір болса, осында бұны қайдан көреміз, иә? Жаңағы жеке кабинетіне кіріп, басында көрсеттім, осы жерге кіріп, сол жерден көресіздер. Мен оны сіздерге көрсетемін, иә. Қазір бұл кісінің керек жоқ. Ой, қазір. Мұнда көресіздер. Біз оны сақтаған жоқпыз. Жаңа ECP ключ қойып, подпись қойып, жаңа отправить етіп жібересіздер. Болды. Если 0 өкіммен тапсырсаңыздар, доход бар болса, міне мұнда кіресіздер, иә, міне осы жерге кірген кезде мұнда тұрады. Міне мынаусы по месту нахождения ИП, бұл ИП-ның адресі деп тұр. Просто по месту жительства бұл сіздің адресіңіз. Ол сіздің адресіңіз автоматически ана жерде көрсетіліп тұрады. Кейде қате жазылып кетуі мүмкін, тексеріп алыңыз, иә. Сосын мұнда ИП-ның адресі тұрады, көрдіңіз ба? Оны жаңағы жерде жазу керек, екеуін орнынан адастырып алмай, дұрыс көрсету керек. Если орнынан адастырып алсаңыз, сізде үлкен қарыз шығады. Өйткені төлеген төлемдеріңіз дұрыс түспейді. Отчет басқа жақта, қарыз басқа жақтан шығып, ертеңгі күні сізге артық проблема болады. Сондықтан мұқият болыңыз осыларға. Осыны тапсыруға.